Айва Мол көп тармактуу соода борбору. Бул Ноокат шаарынын бардык тургундарынын жана конокторунун муктаждыктарын канааттандырууга багытталган чоң долбоор. Соода борбору борбордук базардын жана шаардын бардык негизги административдик мекемелеринин жанында жайгашкандыктан кардарлардын жогорку өтүмдүүлүгүн камсыз кылат. Шаарда мындай эл аралык класстагы имараттардын жоктугу жаңы соода борборуна чоң кызыгууну жана адамдардын агымын камсыз кылат. Алюминий профилдерин колдонуу менен жасалган заманбап фасад, энергияны үнөмдөөчү көп функционалдуу айнек терезелер, дуалдары жогорку сапаттагы материалдар менен жылууланган Айва Мол соода борбору шаардын чыныгы кооз жерине айланат. Бардык 6 кабаттагы панорамалуу терезелер күндүзү бүтмейкиндикте күн нуруна толтурса, ал эми имараттын түнкү жарыктары элдин көңүлүн буруп, шаар тургундары менен конокторунун массалык сейилдөө борборуна айланат. Ушул деңгээлдеги башка борборлор сыяктуу эле Айва Мол соода борборунун унаа токтотуучу жайлары болот. Коноктордун унаа токтотуучу жайына 100гө жакын. Ал эми жер астында 44 унаа батат. Жер астындагы унаа токтотуучу жайга электр унааларын тез кубаттоочу станция орнотулат. Бардык 6 кабатта ыңгайлуу жана тез жүрүү үчүн жогорку ылдамдыктагы жана үнсүз эскалаторлор, травалаторлор, лифттер жана тепкичтер орнотулган. Соода борборунун ички жасалгасы эл көп чогулган жерлер үчүн эң акыркы стандарттарга жооп берет жана ыңгайлуу коопсуз чыгууларга ээ. Ар бир ири соода комплекстериндегидей эле эң популярдуу жерлер бул фуд-корт жана балдар аянтчасы. Ноокаттын тургундары жана коноктору эң даамдуу тамактарды ырахаттануу менен татып, бир чыны кофени ичип, балдарга майрам тартуулай алышат. Биздин коноктор шыктануу жана адаттан тыш эс алуу жайына айланган заманбап террасадан күндүн батышына жана тоолордун кооз көрүнүшүнө суктанышат. Ошондой эле конокторду бардык керектүү нерселер менен камсыз кылган супермаркет үчүн бөлмө бар. Борбордун аймагынын чоң үлүшү кийим-кече, бут кийим жана башка товарлардын брендтик бутиктери катары бөлүнгөн. Соода комплекси шаардыктарды премиум жана сапаттуу массалык базар товарлары менен камсыз кылат. Азыр бардык брендтер бир чатырдын астында чогулушту. Тиричилик техникалары, уюлдук телефондор жана аксессуарлар дүкөндөрү да борбордун бир кабатында өз аянттарын ээлейт. Соода борборунда түрдүү банктардын филиалдары ачылат. Бул кардарлар үчүн сөзсүз түрдө жеңилдик болот. Анткени имараттан чыкпай эле өз банкыңызга баруу абдан ыңгайлуу. Тейлөө борборлору жана уюлдук операторлор да өз кызматтарын сунушташат. Конференц зал жана түрдүү компаниялардын кеңселери шаардын бизнес процесстеринин өзөгү болуп калат. Мындан тышкары Айва Молдо коворкинг зонасы болот. Анда чыгармачылык мейкиндикти пайдаланып, жаңы идеялар менен шыктанышат. Фитнес зал болсо спортко жакын, машыкканды жакшы көргөн шаар тургундарын чогултат. Аптека, акча алмаштыруу жайы, бул кызматтардын ар бири Айва Молдон өз кардарын табат. Коноктордун ыңгайлуулугу үчүн эне жана бала бөлмөсү жана намазкана каралган. Имараттын концепциясын иштеп чыгуучулары борбордун коноктору өз убактысын бул жерде ыңгайлуу өткөрүшү жана бул жерге бир эмес, көп жолу кайтып келүүсү үчүн ар бир майда чүйдөсүнө чейин ойлонушкан. Соода борбору түрдүү мазмунуна байланыштуу төлөмгө жөндөмдүү аудиторияны чогултат. Бул болсо, соода борборунда бизнес баштоого түрткү берүүчү факторлордун бири. Жаңы, заманбап, жакшы жабдылган борбордун 6 кабатында ири инфраструктура түзүлөт. Айва Мол шаардагы жана райондук деңгээлде эң ири соода борбору болот. Айва Мол соода борбору. Бул сиздин бизнесиңиз үчүн даяр стартап. Сөзсүз орун алганга жетишиңиз. Азыр мүмкүнчүлүктөр заманы. Коңшу өлкө Казакстан Нартаукел командасы алдыңыздарда. Құрметті қырғыз бауырлар, Қазақстан құрамасы қолдап отырыңыздар. Дилайда бар ма, Дилайда? Ей, жігіттер, Ош шарына келдік. Келе сала бізді қалай тосып алды? Айтсаңдар, жақсы тосып алды ғой. Әу, қойшы әу. Не айта бересің Ошқа келгеніңді? Ей, солма тосып алғандары 5 жұлдыз қоңа үйге жатқызды гостиницаңа. Ей, қыздар әкеп массаж істетті, солма тосып алғаны, керек емес үйді тосып алғаны.
Жақсы тосып апты ғой. Ай күл, тағы да күлші, күліп менің жанымда жадырап. Ашылыс фестиваль, керемет ойын, апарушы қырғыз деппін ғой. Қадырбай әке. Қадырбай әке, кеше біз жігіттер болып Сулейман тауға бардық. Көрдің ана видеоны? Шақ түсте не ол? Болмайды да ондай шақ түсте істеуге. Өйтіп тауды құрметтемейтін болсаңыздар, тауды сыйламайтын болсаңыздар, біздерге қазақтарға беріңіздер. Біз құрметтейміз, сыйлаймыз. Шақ түсте ондай видео түсірмейміз. Біз тек кешінде түсіреміз ондай видео. Ай күл, тағы да күлші, күліп менің жанымда жадырап. Андай болса, Андай болмаса ше. андай болса ше. Тамашалаймыз. Бәйгеден 30 миллион сом ұтқан ат өзінің сарайында. Жәнібек. Жәнібек. Астым тазала. Ана суды апарып таста. Энергетика кел маған, флеш. Естіп атсың ба? Әр мемлекет өзінің шығарған құралдарын таныстыру үшірі. Қайсы мемлекет? Америка. Қайсы оружие? М-16. Қайсы мемлекет? Россия. Қайсы оружие? Калашник. Қайсы мемлекет? Қырғызстан. Қайсы оружие? Таш. Сен бұл ташпен не істейсің? Мен бұл ташпен 4 президент алмаштырғам. Тамашалаймыз лөйлілердің үйбілесінде. Дәді, 10 сом берші. Кет барар, жаңа біреуден өзім зорға сұрап алдым. Барлығымыздың басымнан өткен шығар. Телефонмен сөйлескен кезде эмоцияға қатты берілеміз. Ашсай, не таппай етсің оны. Аш, шкафты ашсай, шкафты аш, шкафты. Шкафты аш, шкафты аш. Шкафты аш. Бірінші полкын қара, бірінші полк. Жоқ па бірінші полкыде? Екінші полкыде де жоқ па? Үшінші полк. Қоя бер болды, өзім тауып алдым ғой мен. Әрбір мұғалімнің өзінің сүйікті оқушысы болады екен. Нұрбақ, нәтижеге X қойып жазсаң, есебің тура шығады, молодец. Бек, нәтижеде жақшадан бастап шығарса, есебің почти бітіп тұрген ғой, молодец. Имаш, тұр орныңнан. Құрметті бір туғандар, ойын соңында. Жігіттер, біз границадан Ошқа келетқанда тауда мен ұйықтап кеттім ғой. Түс көрдім ғой. Түсімде аэропорт жақта Манас Батырдың естелігіне жан кіріп кетті. Ашуланып кетті дағында өзінің атына шауып, мерия қарағай шауып кетті. Лениннің естелігін қылышымен шауып тұрды. Менің орнымда не істеп тұрсың де. Бүкіл бардық қырғыз елі бар ғой, тыныш болып қалды ғой. Мерлардың бәрі бітеп тұр. Бір уақытта Лениннің танкілері, әскерлері Манас Батырға шабуылдады. Оған көмекке Западныйдан Барсбек қағанның естелігіне Жамбет қасындағы 4 естелігімен көмекке келді. Алайдан Алымбек датқа Құрманжан датқан атына ұшқаштырып әпкеп ол келді. Мұнандай жерде Тоқтығыл сатылған қобыз жерде. Оғатсынар ма?
сөйтті да Манас батыр бүкіл қырғыздарды желектің астына жинады да, ей қырғыздар деп атырады, ойғым кеттім. Ей, Имаш, осы қырғыз бауырларымыз үшін, бір туғандар үшін ойғанба қойсай? Мейлі ғой жігіттер, мен қырғыз бауырларым үшін, бір туғандарым үшін ойғанбай қоям. Қырғыз бауырларымыз қашан ойғанады екен? Қазақ жігіті Қырғызстанда қырғыздардың жүрегіне тигізіп айтты. Ей, молодец, Имаш, Қырғызстанның тарихын жаттап алыпсың ғой сен? Қырғыз бауырларымыздың тарихын жаттамағанда бір туғандарымыз өздері айтпай жүр ғой. Қазақ жігіті қырғыздардың жүрегіне тигізіп айтты. Сіздермен бірге болған бір туғандардың тарихын жатқа білетін қазақ жігіттер. Чоң, рахмат!